Саламатсыздар ма? Менің есімім Қаракөз, жасым 25-те. Мен Тереңөзек ауылының тумасымы боламын. Мен өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Мен хиджабымды шештім. Бұрын радикалды діни ұстанымды ұстанатынмын. Қазір уақыт өте келе көзқарасым өзгеріп, ойымды өзгертіп, қазір агностикке қарай өзімді бағыттауға жөн көрдім. Білімді адамдармен сөйлесіп, діни кітаптарды оқып, ізденіп, сол себепті ойым өзгерді. Қазір діни көзқарасымды агностикке бейімдеуге болады. Радикалды исламда әйел адамды құл ретінде көреді, екінші сортты адам деп, оның өзінің көзқарасымен өмір сүре алмайды. Ал дәстүрлі исламда сен оны түсінесің, мағынасын барлығын. Әйел адам өзінің ойын ашық айтады, өзін ашық ұстай алады. Ол әйел адамды құрметтейді. Хиджабымнан бас тартқан себебім, ойымды өзгерткенім, хиджабымды шешкен себебімнің бірі. Мен бастапқы кезде барлығын ойлайтын, хиджаб киген кісілер дұрыс жолмен жүреді, 5 уақыт намазын оқиды, жақсы нәрселер айтады, жақсы жолмен жүреді деп. Кейін барлығына топырақ шашпай қояйын, өйткені өзімнің өзгерткен ойым себебі өзіміздің ұйымда өстіп киініп жүрген кісілерден естуім бойынша барлығы бірдей жақсы нәрсені ойлап, айтып, уақытылы намазын оқиды деп айта алмаймын. Сырты бүтін, іші түтін адамдар болып есептеледі. Мысалы, сыртында хиджабты киеді, ойлайсыздар жақсы, түзу жолмен жүреді деп, бірақ істеп жүрген істері, ойлары мүлдем басқа. Осылай өзімді ойым өзгере бастады. Мен дұрыс жасап жүрмін ба, дұрыс емес па, қаншалықты дұрыс болу қажет, басқа адамдармен сөйлесе келе, білімді адамдармен араласа келе, маған ғылыми кітаптарды, Ричард Докинстің кітаптарын оқуға кеңес берді. Сол арқылы ізденіп, ойымды өзгерте бастадым. Хиджабқа деген көзқарасым өзгере бастады. Мен қазір өзім нақты білмеймін, мүмкін мен агностикке жатамын, 50-50. Бұл жерде бұрынғы ой санамда қалыптасып қалған бұрынғы ұстанымым да бар. Қазір мүмкін мен агностикке жатамын. Радикалды ұстанымда жүргенімде хиджабымды киіп, никабымды жамылып, менің жақындарым, достарым, жанұям маған қарсы болды. Сен әлі жассың, сен көп нәрсені білмейсің, түсінбейсің деп, әркім өзінің ойын маған ойын білдіріп, қарсы келіп, мен көп адамдармен түсініспеушілікте болдым, ренжістім. Әркімнің ойын маған байлай берген сайын, хиджабым мені тарылта бастады, мені байлай бастады, қылғындыра бастады. Сондықтан мен хиджабты шешкеннен кейін толыққанды өмір сүріп жатырмын. Маған еркін, өзімнің еркін киіне алам, еркін сөйлей алам, ойымды білдіре алам. Және де жанұяммен де қазір жақсы қарым-қатынастамын. Мені барлығы достарым да түсінеді. Осы шешімді қабылдағаным дұрыс деп ойлаймын. Мен өзімнің басымнан өткен кемсітушілік жасалады. Өзім никаппен жүрген кезде қазақтың патриот кісілері, адамдары, жігіттері араб құл деп айтатын, фанатик деп айқайлайтын, қысым көрсететін, ол дұрыс емес деп ойлаймын негізі. Енді әркімнің ұстанымына байланысты өйтіп қорлауға, өйтіп айқайлауға тиісуге болмайды. Әркімнің өзінің ұстанымы болады. Жалпы кемсітушілік біздің ортамызда бар негізі. Жаңағыдай қатты айтқанмен емес, бұлай сырт көзге де байқалады. Бағана айтып өткендей, менің ортамның маған деген ойы, көзқарасы өзгере бастады. Дәл солай мен жұмыс орнымда да орамал таққаннан кейін қарым-қатынасы адамдардың маған деген қарым-қатынасы, ой пікірлері өзгерді. Сондықтан мен жұмыстан шығуға мәжбүрлі болдым. Одан кейін де мен басқа салада жұмыс жасағым келді. Бірақ уже мен орамал таққаннан кейін олар мені қабылдағысы келген жоқ. Өйткені қазір қиын, қазіргі жағдайда.
әркімнің ойы әртүрлі деп ойлаймын. Бұрынғы радикалды ортамнан дос қыздарымды өзімнің қазіргі өміріме қарай тартқым келді, өзгерткім келді. Бірақ ол кісілер, ол достарым өздерін дамығысы келмеді, өзгергісі келмеді, сол ортада қалды, сол жақта әлі. Өзім енді ғана түсіне бастадым, дұрыс жолмен жүрмін деп ойлаймын. Бағана айтып өткенімдей, сырттан ер кісілерден естігенім, араб қол, фанатик деп көп нәрселер естідім. Жұмыс орнымда да мені көзқарастары, қатынастары маған қысым көрсеткендей, барлығын осы қысымға жатқызамын. Әрине қиын, дәстүрлі ортада өзіңді еркін ұстау, өзіңнің ойыңмен жүру. Әйел адамдарға әркім өз ойын айтса, мына жақтан әркім өзінің жаңағыдай қысым жасаса, ол екі есе қиын. Қазіргі санаммен өзіме айтар едім, білім ізден, оқы, басқа біреулердің ойымен өмір сүрме, өзіңнің қалауыңмен, өзіңнің жасаған нәрсеңді, айтқың келген нәрсеңді жаса деп айтар едім.